Көркем еңбек сабағы бұл жай ғана қолөнер емес, бұл ұлттық тамырды танудың, тұлға қалыптастырудың үлкен алаңы. Осы жолдағы өз тәжірибеммен сіздермен бөлісуді мақсат тұтып отырмын. Мен Көлбаева Айсұлу Самсыбаева, көркем еңбек пәнінің мұғалімімін. Педагогикалық еңбек өтілім 16 жыл. Қазіргі таңда Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Саудакент ауылы, Балтабай Адамбаев атындағы Түлек орта мектебінде жұмыс істеймін. Біліктілік санатым педагог модератор. Құрметті оқушылар, бүгін біз арнайы әзірленген платформамен таныс болайық. Әлемді біліммен әдемі тақырыбында өзім әзірлеген платформа. Бұл жерде платформа туралы ақпарат, болашақта көзқарас және кәсіби даму жайлы ақпараттар берілген. Сонымен қатар қызметтер бөлімі бар. Білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторингілеу, авторлық бағдарлама құрылымы. Бұл жерде бұл платформа тек қана оқушыларға емес, сонымен бірге ұстаздарға да арналған. Ұлттық сәнді қолданбалы өнер, дарынды оқушылармен жұмыс және бүгінгі тақырыбымызға байланысты міне ұлттық ландшафт дизайны логотипі. Міне ұлттық ландшафт дизайны сәулет пен табиғатты сабақтастыратын алтын көпір іспетті. Ерекше атап өтетіні мұғалім талқыс TED алаңына арнайы құрып қойдым. Бұл жерде өзекті ойым, қазіргі оқушы жаһандану дәуірінде өмір сүріп жатыр. Бірақ тамырынан ажыраған дарақтың көгермейтіні секілді, ұлттың да рухани түбірі оның мәдениетінде, өнерінде. Көркем еңбек сабағында ұлттық ландшафт дизайн арқылы біз оқушыға табиғатты сүюді, ұлттық болмысты тануды және сұлулықты бағалауды үйрете аламыз. Ұтқыр пікірім, көркем еңбек қолмен жұмыс істеу пәні ғана емес, бұл ұлттық сана мен экологиялық мәдениетті тоғыстыратын шығармашылық кеңістік. Біз қазақтың ою-өрнегін, шаңырақты, киіз үйдің құрылымын ландшафт элементтер ретінде пайдалансақ, аула да, сана да көркейеді. Бұл дәстүр мен жанашырлықтың жарасымы. Озық тәжірибем. Мен оқушылармен бірге мектеп ауласын қазақи нақышта безендіру жобасын қолға алдым. Бұл жоба арқылы олар дизайн жасауды ғана емес, ата-баба мұрасын заманауи тұрғыда қолдануды үйренді. Сабақта мен әр оқушыны жас сәулетші, жас дизайнер ретінде көремін. Олар өз туындылары арқылы өз ұлтына қызмет етіп жатқан сезінеді. Менің мұғалім ретінде басты ұстанымым оқушыны өз идеясын еркін жеткізуге, шығармашылықпен жұмыс істеуге шабыттандыру. Ал менің педагогикалық жолымда қолдау көрсеткен әдістемелік бірлестікке, тәжірибесін бөліскен әріптестеріме шексіз алғысымды білдіремін.